Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Ташкент қаласында өтіп жатқан футбол турнирдің AFL Kids турнирінің екінші тур матчтарын тамашалаймыз. Бүгін Шымкенттің Арсенал командасының қарсыласы Қырғызстаннан келген Акбарс ұжымы болады. Осы ойында сіздермен бірге біз тамашалайтын боламыз. Кеше Шымкенттің командасы Тәжікстанның Спартак командасын 6-0 есебімен жеңген болатын, ал енді Акбарспен өтетін осы қызықты матчта қазақстандықтарға сәттілік тілейміз. Қазір төрешілер ысқырған шалды, міне енді ойынды тамашалаймыз. Арлен қақпашы, Арлен Таған Арсенал командасының құрамымен жылдам таныстырып өтеміз. Жанали Мырзахан екінші нөмірде ойнайды, төртінші Рафаэль Горелик, бесінші Зиятжан Нарзықұлов, Зико лақабы бар, 20-шы нөмірде Әлтайыр Құрбаналы, міне қазір шымкенттіктердің шабуылы, қақпашы допты ұстап алды. 9-шы Ибрахим Абибуллаев, 12-ші нөмірде Нұрдәулет Қаратамыр, 23-ші Дидар Тағабай, 28-ші нөмірде Әбілхайыр Сералы, 3-ші Жасур Ибатов. Қазір міне Арсеналдың соққысы қақпадан орын алды. Осылайша есеп 1-0. Рауан есепті ашты. Рауан Ордабек. Осылайша қазір қырғызстандықтардың қақпасын анық нысанаға алып есепті ашты. Голдар шоу басталды деген үміттеміз. 28-ші Әбілхайыр Сералы, 3-ші нөмірде Жасур Ибатов ойнауда. 8-ші нөмірдегі Рауан Ордабектің голына куә болдық. Міне тағы да Рауанға доп келіп түсті. Шымкенттіктердің шабуыл, тағы бір соққы. Қазір тек қана доп қақпаның сыртынан тиді. 18-ші нөмірде Айсұлтан Әбіхан. Осы футболшылар турнирде Арсенал құрамында алаңға шығады. Міне Жанали Мырзахан допты иеленіп алды, сол қапталға ауыстырды. Акбарс футболшылары бұл жерде ойын ережесін бұзды. Төреші ойланып отырмай ысқырық шалды. Жанали Мырзахан екінші нөмірде қорғаушы қазір қақпаға жойқын соққы бағыттауға әзірленуде. Бірінші таймның 3-ші минут екенін айта кетейін. 1-0 Акбарс жеңіліп жатыр. Міне Жаналиден рұқсат берілді. Соққы, гол! Есеп 2-0. Қақпашы допты қайтарды, бірақ соққы жойқын болған үшін де доп қақпадан орын алды. Осылайша бірінші таймның 3-ші минутына келіп Акбарс командасы өз қақпасынан 2 гол жіберіп алды. 0-2. Топтық кезеңнің екінші туры матчтары. Ертең 3-ші ойында Арсенал Өзбекстанның командасына қарсы ойнайтынын айта кетейік. Міне қазір Әбілхайыр сол қапталдан шабуылды өрбітуді бастады. Пас еді, бұрыштама доп бұл жерде. Енді жас бүлдіршіндер арасындағы турнир, әр команда әр түрлі жағдайда болады. Оларда бір осал тұстары болады, қателіктерін кешіреміз. Осылайша турнирлер арқылы өздерінің тәжірибелерін шыңдайды, достары арттырады. Жаналиға келді доп, гол авторы пас, оң қапталдан Рауан, 2 гол авторлары бір-біріне допты жеткізіп берген болатын. Арсенал футболшылары бүгінгі матчта фаворит екені көрініп тұр. Қазір допты тағы да алдырып қойды. Арсенал футболшыларының шабуылы Нұрдәулет. Жоғардан пас беру мүмкін, қарсыластан өте алды. Міне пас болды, айып алаңына енді қарымта шабуыл болады. Акбарс футболшылары бұл жерде үлгерді. 5-ші нөмірдегі Зиятжан Нарзықұлов топты алаңнан шығарып жіберді. Есеп 2-0. Қазірше
Арсенал командасы жеңіске жетуде. Акбарс Қырғызстан футболшылары допты ойынға міне қосты. Қызыл жейдеде команда өкілдері Зико, Зиятжан. Қазір енді Акбарс футболшылары шабуыл ұйымдастыруға әрекет жасап жатыр. Ойын ережесі бұзылды. Нұрдәулет бұл жерде кінәлі деп табылды. Сол үшін де төреші қысқарған шалған болады. Акбарс футболшылары ойын тізгінін өзгерту керек, әйтпесе қазір алыстан соққы бағыттайды қақпаға қарап. Арлен Таған қақпашы Арсеналды алыстата алды. Әлде Акбарс футболшыларында жоқ, енді Арсенал ойыншылары доп иеленіп алды. Айсұлтанның пасы, Рауанның әрекеті, ешқандай фол жоқ, сол үшін ойнау керек. Рауан оң қапталдан шабуылды өрбітті, соққы болды, бірақ қақпаға дәл бармады. Осылайша шабуылдарды өрбітіп жатыр Арсенал футболшылары. Есеп 2-0. Ибрахим 9-шы нөмірде міне алаңға шықты. Абибилляев енді ол қарсыластың қақпасын нысанаға алуға әрекет жасайтын болады. Пас, Акбарс футболшылары топты алдырып қоюы мүмкін. Жанали соққы бағыттай алмады қырғызстандықтарда еді, бірақ енді біздің шымкенттік футболшылар допты алып қойды. Бұл жерде Арлен Таганмен ойнауға шешім шығарды. Басынан басталады. Оң қапталда Рауанның керемет ойыны бүгін көзге түсуде. Міне Зико пас береді. Рауан үлгере ма? Бұл жерде бұрыштама доп болды. Арсенал футболшылары оң қапталдан бұрыштан допты қазір ойынға қосатын болды. Есеп 2-0. Көңіл күйлері жақсы. Арсенал футболшыларын 3-ші голға әрекет жасайды. Кеше қарсыластардың қақпасын 6 рет анық нысанаға алған. Қазірше турнирде Арсенал өз қақпасынан доп жіберген жоқ. Алыстан соққы, гол! Міне есеп 3-0. 18-ші нөмірдегі футболшы. Бұл жерде Айсұлтан Әбіхан 3-ші гол авторы атанды. Осылайша Арсенал командасы бірінші таймның өзінде матч тағдырын шешуге әрекет жасап жатыр. Қанша гол тамашалайды екенбіз? Акбарс футболшыларында міне ойыншылар алмаста. Қосалық құрамынан шыққан ойыншылар өздерін көрсетуге тырысады. Арсенал футболшылары тағы да сол қапталға ауыстырды. Ибрахим соққы болу мүмкін. Қауіп жағдай боламақ. Көрейікші осы жерден. Арсенал футболшыларында сол қапталға Ибрахимге келді. Қаны Ибрахим қарсыластан өтті, бірақ допты алыстатып алды. Рауан өз орнын әріптестеріне босатып берді. Жасурды да алаңда көретін болдық. Қосалық құрамдағы ойыншылар өздерін көрсетуге тырысады қазір алаңға шығып. Бірінші таймда міне 3 гол соғып алды. Тағы да Нұрдәулеттен соққы болады. Қақпаш допты қайтарды. Қазір Нұрдәулет 4-ші гол соғуға тырысқан болатын. Аут. Арсенал командасының ертең 3-ші матчында сіздермен тамашалаймыз. Оң қапталға ауыстырды. Қызыл жейдеде команданың басымдылығымен өтуде матч. Жақсы. Міне Нұрдәулет оң аяққа дұрыстауға тырысқан еді. Бұл жерде 12-ші нөмірдегі Нұрдәулет Қаратамыр. Жасурдан пас болды. Ибрахим қарсыластардан өтіп жатыр. Соққы болады. Қақпаш допты қайтарған сәтке куә болды. Қиыншылықпен тағы да Нұрдәулет оң аяққа дұрыстауға тырысады. Бірақ Акбарс футболшылар қарымта шабуыл өрбітуге әрекет жасаған сәтте ойын ережесі бұзылды бұл жерде. Рахатбековке қарсы қазір енді қырғызстандықтар допты ойынға қосады, айыпдауын орындайды. Есеп 3-0 қазірше. Жаналиге келді. Оң қапталға егер голдар көп бола беретін болса, біз голдарды санаудан шатасып та кетуіміз мүмкін. Жаналидің голына куә болдық. Міне айыпдауынан қорғаушы Рауан соқты.
Arsenal futbolchilari o'ng qaptalga aushtiruvi mumkin. Birinchi taymning 11-minuti. Qaqbashdan o'tib ketdi. Bo'z qaqba gol meni. Kelesi golni da so'g'ib oldi. 9-nomerdagi Ibrahim Abibullayev. Oslaycha Arsenal komandasi tag'ida. Qayrjon. 4-0. İbrahim 4. gol avtori. Arsenal futbolchilari AFL Kids turnirinde mine 10. goldu da so'qdi 2 o'yinda. Akbars o'yinchilari çok alanda saqlab qala olmadi. Hozir Imong'aziyev. Arsenal futbolchilari Ibrahim sol qaptaldan pas bo'ldi, so'qqi. Aysultan edi. Esep 4-0 hozircha. Akbars futbolchilari hozir o'yinda bir o'zgartirish kerak. Balkim 2-taymda chiqar. Aysultan tag'ida so'qqi. Gol 5-0. Akbarning sol burishini so'qqi bag'itda do'stlar. 5-0 esebmen jengishga жетуде. Gollar qancha gol so'g'ilatini sanaydi ekanmiz bugun. Arsenal futbolchilari keremet o'yin ko'rsatuvda qarshilashlar. Mine tag'ida dopni aldirib qo'ydi. 6-golga harakat jasaydi. Out. Jasur dopni o'yin qo'sатын bo'ldi. Rafael, останься. Jasur Ibatov sol qaptaldan mine dopni o'yinga qo'shdi. Yo'q. Qo'rg'anib жатыр. Qirg'izistonliklar qaqbashining dopni qaytaruviga guvoh bo'ldik. Hali de Arsenalning şabol жалғасады. Janali'дің so'qqisi qaqbashning qo'lina kelib tushdi. Alstatda balki bugungi matchda Qirg'izistonliklar gol so'qa olamakan. Akbars qo'rg'ana tag'i bir so'qqi. Tek qana sol qaptaldagi qaqbaga shabullar uyushtirilib жатыр. Sol qaptalga Usama Qirg'izistonliklar dopni ala olmadi. Ibrahimdan pas bo'ldi. Aldi xavf chaqday bo'lama. Abdulxayir İbrahim Arsenal'dың шабуыл жалғасады. 6-golga harakat жасап жатыр. Алыстата алмай жатыр Qirg'izistonliklar. Tag'i bir so'qqi. Janali sol oyoqмен qaqbani sanaga olуга harakat жасап, tag'i bir so'qqi. Bu yerda Arsenal futbolchilari mana Janali o'z o'rnini bo'satdi. Akbars komandasining жағдайы o'ta mushkul bo'lib qoldi. 5-0. Tag'ida qatelik. Abdulxayir dopdan qaptalga aushtirdi. Qirg'izistonliklar qo'rg'anadi. Vaspen Ravonning pasi edi. Aldi Ibrahimdan so'qqima. Hozir Ziko edi bu yerda. Ziyatcan Narziqulov qaqbaning sol burishini sanaga olуга harakat jasab ko'rdi. Biroq bo'lmadi. Mana Qirg'izistonliklar o'yinchi almasib жатыр. 5-0. Birinchi taymning alg'ashqi 10 minutida biz 5 golga guvoh bo'ldik. Endi qatelik, tag'i bir qatelik bo'ldi. Ibrahimdan so'qqi bo'ldi. Qaqbaning sol burishini Shimkentliklar turnirda favorit ekanini ko'rsatuvga tirishib жатыр. Albatta Arsenal futbolchilarini bosh жүлдені jengib olishini sa'ttilik tilaymiz. Tag'ida sol qaptaldan 5-nomerdagi o'yinchi Arsenal tag'i 6-golda harakat jasaydi. So'qqi bo'lgan sa'tda bu yerda ulgurmadi. 23-nomerdagi Didar Tag'abay edi.
Akbars futbolchilari hozir topni o'yinga qo'sadi. Arsenal o'yinchilari hozir ikkinchi taymda da bir necha gol so'g'uga tirishadi. Ол кезде qaqbaning o'ng tarafına qarab шабуылдарды ұйымдастыратын болады. Тағы да мына қақпаш топты ойын қосқан сәтте қателік болды. Соққы гол. 6-0. 5-ші нөмірдегі Зиятжан Назырқулов келесі гол авторы атанды. 6-0. Қақпашы алмасуы мүмкін. Жоқ, алмаспайды. Акбарс командасында есеп 6-0. Арсенал футболшылар тағы да голдар айырмашылығын дұрыстауға тырысады. Соққы болады. 3-ші турда айттық, жаңа Өзбекстан командасына қарсы ойнайтын болады. Оң қапталдан Арсеналдың келесі шабуылы. Зиконың пасы. Арсенал оң қапталдан баспен соққы болуы мүмкін. Бос қақпа, гол. Есеп 7-0. Қазір 7-ші голды да 5-ші нөмірдегі футболшы соқты. Зиятжан Назырқулов. 7-0. Бүгін ауа райы керемет. Кеше бірінші турда жаңбыр жауып тұрған еді Ташкент қаласында. Ал қазір болса ауа бұлтты, нағыз футбол ойнайтын ауа райы десек те болады. Бұл Арсенал командасының көңіл күйіне өте керемет әсерін тигізіп жатыр. Футболшылар қатарынан голдарды соғып жатыр. Әлтайыр есеп 7-0. Зико Рауанда доп оң қапталға ауыстырды. Тағы бір соққы болады. Қақпаның сыртынан тиді доп. Сол үшінде гол емес. Акбарс футболшылары өте қиын жағдайға түсіп қалған. Бірінші таймның алғашқы минуттарынан гол жіберіп алды. Міне голдар шоу 7 голға дейін жетті. Қазір осы 2 минуттан соң бірінші тайм мәресіне жетеді. Қақпаш топты әріптестеріне жеткізді. Арсенал футболшылар топты алып қойды. Оң аяқпен соққы, гол, тағы да хет-трик. 5-ші нөмірдегі Зиятжан Назырқулов тағы да гол авторы атанды. Міне орнын әріптестеріне босатып берді. 8-0. Есеп шатаспау үшін бізде жазып қоямыз голдарды. 8-0 есебімен Арсенал Акбарс Қырғызстан ұжымын жеңіп жатыр. Тағы да міне жас ойыншылар әлі бұлар тәжірибе топтайды осындай турнирлер арқылы. Қырғызстандықтар міне қателіктерін артынан қателіктерге бой алдырып жатыр. Сол үшінде топта өз қақпаларынан алып шығуға мәжбүр болып жатыр. Арсенал футболшылары топты қақпаға пас, бос қақпа еді. Соққы бағыттай алмады Арсенал футболшылары. 8-0 есебімен олар жеңіске жетуде. Екінші таймда да голдар тамашалаймыз деген үміттеміз. Екінші 20 минутта қанша гол соғылады екен Арсенал тарапынан. Акбарс футболшылары бұрыштама доп қателік болды бұл жерде. Шымкенттік жанкүйерлердің де ата-аналардың да көңіл күйлері керемет. Себебі бірінші таймда олар 8 гол соқты. Команда 3-ші турда көреміз қандай нәтиже көрсетеді. Кейін плей-офф бәсекелері басталады. Бұл топтық ойындар, топтық кезеңде осал командалар болады. Түсінеміз ондай жайттарды футболда. Міне бұрыштама доп. Қазір Арсенал футболшылары бұрыштан допты ойынға қосатын болды. 19-ші минут бірінші таймнан қауіп жағдай болады. Баспен Жанали соға алмады қазір. Сәл анық әрекет жасағанда есеп 9-0-ге жететін еді. Акбарс футболшылары тағы қателік. Рауаннан соққы болады. Бұл 9-ші гол деген сөз.
Бүгінгі ойынның голдарын осы Рауан бастап берген. Бірінші таймдағы соңғы гол да осы Рауан Ордабек соғуы мүмкін. Соңғы минуттар бірінші таймның үзілістен соң бәлкім Акбарс ойыншылары ойын тізгін өзгерте алатын шығар. Есеп 9-0. Қазір Төреш сағатына қарап қойды. Жаналион қапталдан шабуыл ұйымдастырады. Аут, алаңда сақтап қала алмады. Осы ең соңғы шабуыл болуы мүмкін Акбарс тарапынан. Алаңда сақтап қала алмады. Допты қолмен ұстаған үшін қазір Төреш ысқырық шалды. Айыпдоба алаңнан шықпаған еді. Акбарс футболшылар жылдам әрекет жасау керек. Шабуыл ұйымдастырса дұрыс болады. Тағы да допты алдырды. Арсенал футболшылары қақпаға соққы болуы мүмкін. Нұрдәулет қарсыластан өтті. Екі ойыншының арасынан әлде допты сақтап тұр. Қан осы жерден бір соққы болады Рауан тарапынан. Тағы бір соққы, гол. 20-шы нөмірдегі есеп 10-0-ге жетті. Әлтайыр Құрбанәлі есеп 10-0. Бірінші таймда Акбарс қақпасына Арсенал 10 гол соқты. Міне осылайша Төрешінің ысқырығы шалынды, есеп 10-0.